Парламент мәжілісіндегі ұсынылған жобада бірнеше жобалардың ішіндегі ең тиімсіз деп танылған, ең сорақы деп табылған жобаның нұсқасы қабылданды. Қосар әріп неге тиімсіз? Қазақтардың графикалық санасы бұл бір дыбысқа бір әріп деген принципке құрылған. Түркі тілдері бұл түбірге қосымша жалғау арқылы өзгеретін, байланысатын, түрленетін тіл. Жалғамалы тіл біздерге өзі сөз тұрқы ұзынға, оны дағы қосар әріппен беріп, біз қабылдауымызды, яғни оқуды қиындатамыз және коммуникацияны баяулатамыз. Сондықтан қосар әріп қазақ тілі үшін тиімсіз. Әр әріптің өзінің дыбыстық мәні бар мұнарда. А-е деп оқып, о-е деп оқып кетуге 50 жылдан кейін әбден мүмкін. Ғалымдардың ешқайсысы бұл жобаны қолдамайды. Болашақта біз өзіміздің тіліміздің негізінен шыққан әліпбиді қабылдаймыз деп сенеміз.